Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге 5-ші сынып Атамұра баспасы 7-8 сабақ қазіргі сән тақырыбын қозғаймыз. Әрбір жаттығудың жауаптарымен бірге шығып отыратын болады. Қазіргі ой түркі бізде ең бірінші сұрақ: қазіргі сән туралы достарыңмен сөйлескің келе ме? Қазіргі сән үлгісі туралы достарыммен диалог құрастырғым келеді. Жауабы: қазіргі сән өнерін бағындырған дизайнер кімдер? Қазақстанда Құралай Нұрқаділова, Берік Смайлов, Айгүл Қасымова, Аида Кауменова, Майя Қуандықова заманауи сәнгерлер. Келесі: сөздікпен жұмыс істеп мағынасын түсін. Классикалық киім, жағалы киім, одежда. Міне жерде жауаптары шыққан. Классикалық стиль, классический стиль, үйлестіріп кию, ношение в сочетании, сәнге айналған, модный, спорттық стиль, спортивный стиль, үйлесімді байланыс, совместное соединение, сән мінбесі, трибуна моды. Келесі: мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Мына 4 сұрақтың жауабы міне. Жастардың өз стилін іздейтін уақыт қай кез? Жастардың өз стилін іздейтін уақыты 14-20 жас аралығы. Кез келген стиль мен екінші бір стильді үйлестіріп кию деген не? Кез келген стиль мен екінші стильді үйлестіріп кию. Біз үйлестіріп кию ол бір сәнге деген талғам деп айтуға да болады. Үшінші: немесе оны эклектизм деп атаймыз. Үшінші: эклектикалық стильдің белгісі не? Эклектикалық стильдің басты белгісі стильдер қосындысы. Төртінші: классикалық стильге қандай стильдер жатады? Классикалық стильге ағылшын стилін, Шанель және түрлі брендтер жатады деп жауап беруге болады. Төртінші тапсырма: мәтіндегі шет тілінен енген терминдерді теріп жазып мағынасын түсіндір. Эклектика. Эклектика дегеніміз стильдердің араласуын беретін құбылыс. Классика: сән әлемдегі өзгерістерге берілетін киім түрлері. Және стиль: мәнер, сипат, ерекшелік деген мағынаны береді. Шанель: классикалық стиль түрі, сәнді костюмдерлік стиль. Бесінші тапсырма: берілген мәтінді диалогқа айналдыру керек. Яғни мұнда сол мәтін берілген, соң диалогқа айналдыру керек. Мысалы: сенің жасың нешеде? Сен сәнді киінуді жақсы көресің бе? Сенің анаң кім болып жұмыс істейді? Анаңа классикалық стиль ұнай ма? Сенің көршің кім? Ол қалай киінеді? Қандай сөйлем, қандай көйлек жарасып тұрады? Осы сұрақтарды қою арқылы мына жауаптарды қоюға болады мәтіндегі. Біздің тақырыбымыз оқшау сөздер, қаратпа сөз, қыстырма сөз, одағай сөз. 6-шы тапсырмада мәтінді оқып жаңа сөздер тауып жасалу жолын түсіндір. Жаңа сөздер бізде стиль, сән, актер және дизайнер. Өзің білетін қаратпа, қыстырма, одағай сөздерді кестеге салып жаз. Қаратпа сөздер бізде самат, ертең тест болады, ұялма, балам, жоғары шық. Қыстырма сөздер: меніңше, сенің айтқаның дұрыс, қорыққан байтеуір, екі аяғы дірілдеп кетті. Одағай сөздер: көңіл күйді білдіруге байланысты алақай, яғни қуануды білдіреді. Әттең өкінуді, мұңаюды білдіреді. Шіркін таңдануды немесе армандауды білдіреді. Жекіру, бұйыруға байланысты тәйтші, тек. Шақыру, шөре-шөре. Құрау, жан-жануарлар шақырған кезде. Мысалы: қап автобустан кешіктім, қазақтың даласы шіркін кең байтақ деген сияқты мысалдар келтіруге болады. 8-ші тапсырмада төмендегі сұрақтарға жұп болып жауап беріңдер. Жауаптарыңда қаратпа, қыстырма, одағай сөздер болсын. Сән өзгере ме? Не себепті өзгеріп отырады? Әрине сән өзгеріп отырады. Сірә сәнді киім, стиль 10 жыл сайын өзгеріп отырады. Бұл жерде қыстырма сөз сірә болып тұр. Келесі 2-ші сұрақ: сәннің өзгерісі қай салада көрінеді? Меніңше сәннің өзгерісі киім сән стилінен көрінеді. Меніңше деген қыстырма сөз. 3-ші: балалардың киіміне сәннің қатысы бар ма? Әттең балалар киіміне сәннің қатысы жоқ. Әттең деген бұл жерде өкіну, одағай сөзі. Сән неліктен ұзақ сақталмайды? Біріншіден, сән
3-4 жылда бір өзгеріп отырады. Қыстырма сөз біріншіден. 5. Сән өнерін бағындыруды армандайсың ба? Пах шіркін, сән өнерін бағындырам деп армандаймын. Яғни пах шіркін бізде таңдануды білдіріп тұрған одағай сөз. 9. Тапсырма. Берілген сөйлемдерді пайдаланып сөйлем құра. Кейбір адамдар киім киюге қарап бағалайды. Әр адамның киіну стилі әртүрлі болады. Қазіргі кезде классикалық киім кию сәнге айналған. Қазіргі заманның стилінің дизайнерлері өте көп. Қазақстанның дизайнерлері дәстүрлі киім сән үлгілерін де жасайды. Мектеп оқушылары мен мұғалімдер классикалық стильдегі киімдер мен жағалы әдемі сәндік киімдерді дүкенге сатылады. Табиғи теріден де сәнді киімдер тігеді. Жұқа шифоннан тігілген жоғары әйелдер көйлегі дүкенде сатылады. Қазіргі кездегі жастар стилі өте жоғары талғаммен жасалады. 10. Тапсырмада сөйлемдердің сыңарын мағыналарына сәйкес теріп жазу керек. Адамның киген киімі оның ішкі дүниесінен хабар береді. Адамдардың жасына қарай киіну стилі де өзгереді. 14-20 жас аралығындағы стильдерді үйлестіріп кие береді. 4. Жаңа материалдардың және оларды өңдеудің түрлері жаңа стильдердің пайда болуына әсер етеді. Және 5. Әлемдік сән үлгісінде жібек, тер, шифон қадан тігілген киімдер көбейеді. 6. Қазіргі қоғам үшін сәннің маңызы зор. Яғни мұна бір баған мен екінші бағанды бізде сәйкестендіру керек. 11. Тапсырма. Отбасылық киімнің түрлерін кестеге жазып толтыру керек. Атамның киімі оюлы шапан, камзол, бәтеңке, немесе тақия деп айтуға болады. Әжемнің киімі көйлек, камзол, мәз, тон, кәжеке деуге болады. Әкемнің киімі спорттық киім, классикалық шалбар, классикалық күрте, бәтеңке, кроссовка деуге болады. Анамның киімі көйлек, шифон көйлек, жакет, туфли, орамал деп айтуға болады. Брондық қозғалыс әдісі арқылы сыныптағы оқушылардың қандай стильді ұнататынын сауалнама жүргізу арқылы біліңдер. Сауалнаманың сұрақтарын өздерің толтырыңдар. Міне, 1. Болашақта қазақ ұлттық киімдері жапондық сән үлгісіне айналады деп ойлайсыз ба? Я, жоқты ол белгілеу керек. Өз ұлтыңыздың ұлттық киімін киесіз бе? Я немесе жоқ деп жауап беру керек. Немесе қызықтырмай деген жауапты да қоюға болады. 3. Классикалық стиль ұнайды ма? Ұнайды, ұнамайды. Қазіргі жастардың киіну стилі ұнайды ма? Я, жоқ. Ұлттық стильді киімдерді мектеп, университетте арнайы форма ретінде кигізсе қалай қарайсың? Я, келісемін, жоқ, келіспеймін деп осындай сауалнаманы бір параққа жазып сыныпта орындауға болады. 13. Тапсырма. Соңғы сән үлгісін сипаттап жаз. Кім қанша жаңа сөз қолданды? Өзіңді және бір-біріңді бағалаңдар. Сабақта білген грамматикалық ережені дұрыс пайдалана алдың ба? Бұл жерде яғни соңғы сән үлгісі туралы жазу керек. Киім адамның күнделікті және әлеуметтік тіршілігіне аса қажетті бұйым. Киім адамға эстетикалық сән береді. Менің ойымша, қазір соңғы сән үлгісі стильді, тартымды, танымал және сенімді болуға ұмтылу. Әдетте адамдар жаңа адамға сыртқы келбеті мен киімдер арқылы бағалайды. Содан кейін ғана оның ішкі қасиеттері бойынша қазіргі адам әр адам өзінің дара келбетін көрсету үшін неше түрлі киіне береді. Сәнде бастысы жарасымды болса болғаны. Сән әлемі әрқашан адамдарға зор әсерін тигізеді. Ең соңғы сән үлгісі стильді, тартымды болып келеді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Жазу түсініксіз болып қалса, осыны тыңдау арқылы жазсаңыздар, баяулатып қойып видеоны тыңдасаңыздар болады. Видеоны лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.